Құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сериал түсірілімінде танысып, шынайы махаббат тапқан 10 түрік жұбы туралы айтып беремін. Алғашқы жұп Халид Эргенч пен Биргюзар Корель. Олар 2006 жылы «Мың бір түн» атты танымал түрік сериалын түсіру барысында танысты. Бұл жобада олар басты рөлдерді сомдады. Аталған сериал олардың актерлік мансабында ғана емес, жеке өмірінде де тағдырлы болды. Дәл сол түсірілім алаңында олар бір-біріне ғашық болды. Биргюзар Корель 1982 жылдың 27 тамызында Стамбулда актерлер отбасында дүниеге келген. Бала кезінен өнерлі ортада өскендіктен оның актерлік мамандықты таңдауы заңды еді. Халид Эргенч 1970 жылдың 30 сәуірінде Стамбулда актер Саид Эргенчтің отбасында туған. Ол Ататүрік атындағы лицейді тамамдап, кейін Түркиядағы ең сұранысқа ие актерлердің біріне айналды. 2009 жылы Халид Эргенч пен Биргюзар Корель шаңырақ көтерді. Халидтің бұған дейін некеде болғанына қарамастан, ол алғашқы жұбайымен ажырасып, Биргюзарды таңдады. Олардың бірлескен шығармашылығы үйленгеннен кейін де жалғасты. 2016 жылы олар «Сен менің отанымсың» атты тарихи драмада бірге ойнады. Бұл сериалда Халид басты ер адам рөлін сомдады. Екінші жұп Бурак Өзчевит пен Фахрие Евджен. Түрік шоу-бизнесіндегі ең әдемі әрі берік отбасылардың бірі. Олардың махаббаты 2013 жылы «Королек әнші қыз», «Королек птичка певчая» сериалын түсіру кезінде басталды. Экранда ғашықтарды ойнаған актерлер арасында шынайы сезім пайда болды. Түсірілім барысында туындаған ерекше тартылыс әріптестер мен жанкүйерлердің де назарынан тыс қалмады. Бастапқыда олар тек кәсіби қарым-қатынасты сақтауға тырысты. Сериал аяқталған соң жолдары екіге айырылды. Алайда бір жылдан кейін тағдыр оларды «Махаббат саған ұқсайды» фильмінде қайта қауыштырды. Сол кезде олардың сезімі бұрынғыдан да күшейе түсті. Алғашында жұп қарым-қатынастарын жасырды, бірақ уақыт өте келе бәрі белгілі болды. Бурак пен Фахрие бірге тұра бастады. Кейін Өзчевит сүйіктісін отбасымен таныстырды. 2017 жылдың наурыз айында олар құда түсетіндерін жариялады. Ал 29 маусымда Стамбулда олардың салтанатты үйлену тойы өтті. Бұл той сол жаздың ең көп талқыланған оқиғаларының бірі болды. Мереке Босфор жағалауындағы тарихи Саид Халим Паша сарайында өтті. Тойға 500-ден астам қонақ жиналды. Олардың арасында танымал жұлдыздар мен жақын достары болды. Фахрие Парижден арнайы әкелінген матадан тігілген сәнді келіндік көйлегімен көз жауын алды. Көйлекті тігуге 15 тігінші еңбек еткен. Кеш барысында ол 3 түрлі киім ауыстырды. Олардың әр қайсысы нәзік әрі талғамды болды. 2019 жылдың сәуірінде олардың тұңғыштары Каан есімді ұлдары дүниеге келді. Кейін отбасылары тағы да толықты. Фахрие ана болу оның өмірін түбегейлі өзгерткенін, ал отбасы өз бақытының басты қайнары екенін жиі айтады. Үшінші түрік жұбы Ezgi Eyvoğlu мен Kaan Yıldırım. Ezgi Eyvoğlu мен Kaan Yıldırım «Бақыттың аты» атты түрік сериалын түсіру кезінде танысқан. Экрандағы олардың химиясын көрермендер бірден байқады. Олардың романы өте тез дамыды. 2015 жылдың 8 тамызында Kaan Ezgi'ге үйленуге ұсыныс жасады. Ал Ezgi бұл ұсынысты қабылдады. Сол жылдың қыркүйек айында жұп ресми түрде құда түскендерін жариялады. Тойлары 2016 жылдың 14 мамырында Стамбулдағы Esma Sultan сарайында өтті. 3 жыл бойы олар қоғам алдында жиі бірге көрінді. Алайда 2019 жылы ажырасатынын мәлімдеді. Ажырасудың себебі көзқарастарының үйлеспеуі деп көрсетілді. Ал бейресми ақпараттарда Kaan Yıldırımның опасыздығы себеп болуы мүмкін деген қауесеттер айтылды. Соған қарамастан бұрынғы ерлі зайыптылар бір-біріне ешқандай шағым айтпады. Осылайша Ezgi Eyvoğlu мен Kaan Yıldırımның қарым-қатынасы шамамен 5 жылға созылды. Оның ішінде 3 жыл некеде болды. Бұл неке тыныш әрі жанжалсыз ажырасумен аяқталды. Қазіргі таңда Kaan Yıldırım танымал түрік актрисасы Pınar Deniz'ге үйленген. Ал 2025 жылдың сәуір айында олардың тұңғыш баласы дүниеге келді. Төртінші жұп Başak Gümülcinelioğlu мен Çağrı Çıtanak. Çağrı Çıtanak пен Başak Gümülcinelioğlu «Сен менің есігімді қақ» сериалын түсіру барысында танысқан.
Сериалда олардың кейіпкерлері арасында романтикалық байланыс болмаса да, шынайы өмірде олардың арасында нағыз махаббат пайда болды. Түсірілім аяқталғаннан кейін олар қарым-қатынастарын ресми түрде бекітіп үйленуге шешім қабылдады. Олардың үйлену тойы 2022 жылы өтті және бұл оқиға түрік киносы мен теледидар әлеміндегі ең жарқын жаңалықтардың бірі болды. Бұл одақ берік әрі шынайы махаббатқа негізделген деп бағаланды. Қызығы, олардың махаббаты дәл түсірілім алаңында басталған. Жеке өмірлері жанкүйерлер мен бақ назарында болды. Сұхбаттарында олар сезімдерінің біртіндеп дамығанын, ал үйлену сол қарым-қатынастың табиғи жалғасы болғанын айтқан. Танысқаннан кейін бірнеше жыл ішінде олар берік отбасы құрды. Ал келесі ерекше жұп Берил Позам мен Эрсин Арыджи. Берил Позам мен Эрсин Арыджи «Құс патшасы Зимородок» сериалында танысып, сол жерде қарым-қатынас бастаған түрік актерлері. Сериалда олар сомдаған Суна мен Абидин кейіпкерлерінің арасында да романтикалық байланыс болды. Бұл сезімдер шынайы өмірде де жалғасын тапты. Жұп 2024 жылдың жазында шамамен 1,5 жылдай таныс болғаннан кейін қарым-қатынастарын ресми түрде растады. Ал 2024 жылдың 19 тамызында үйлену тойын өткізді. Алайда олардың жеке өмірі қоғамда әртүрлі пікір тудырды. Белгілі болғандай, Берил мен Эрсиннің қарым-қатынасы актриса басқа ер адам Эрдем Кайларджамен бірге жүрген кезде басталған. Бұл жайт кейбір жанкүйерлер мен баспасөз тарапынан сынға ұшырады. Соған қарамастан көптеген фанаттар жұпты қолдап, оларға бақытты болашақ тілеп отыр. Сыбысқа сүйенсек, олардың тойы өте қарапайым, артық сән салтанатсыз өткен. Ал балайын сериалдың 3 маусымының түсіріліміне байланысты кейінге қалдыруға тура келген. Сериалдың 3 маусымының тұсаукесері 2024 жылдың қыркүйегінде өтті. 6 жұп Эдже Чешмеоғлы мен Танер Өлмез. Олар «Ғажайып ғасыр, Көсем Сұлтан» атты танымал түрік сериалын түсіру барысында танысқан. Бұл жобада екеуі де маңызды рөлдерді сомдады. Танер Өлмез Сұлтан Осман екінші рөлін, ал Эдже Чешмеоғлы есейген Атика Сұлтан образын ойнады. Олардың бірлескен жұмысы жеке қарым-қатынастың басталуына себеп болды. Танер Өлмез 1986 жылдың 9 тамызында Стамбул қаласында дүниеге келген. Актерлік жолын 2009 жылы бастаған. Ол Толқын, Ғажайып дәрігер және Алев сериалдарындағы рөлдерімен танымал. Эдже Чешмеоғлы 1990 жылдың 26 қарашасында Стамбулда туған. Ол актерлік қызметін бала кезінен бастап, жарнамалар мен шағын рөлдерден бастаған. Кең танымалдылықты «Ғажайып ғасыр, Көсем Сұлтан» сериалындағы рөлі арқылы иеленді. Жұп 2018 жылы кездесіп жүре бастады. Ал 2021 жылы ресми түрде некеге тұрды. Қазіргі таңда олар 2 баланың ата-анасы. Осылайша олардың махаббат хикаясы түсірілім алаңында басталып, берік отбасына ұласты. Сонымен қатар екеуі де актерлік мансабын табысты жалғастырып келеді. Енді ерекше сұлу жұп Неслихан Атагюл мен Кадир Доулу туралы айтып өтейін. Олар 2013 жылы Стамбулдың 2 жүзі сериалында танысқан. Бұл жобада басты кейіпкерлерді сомдап, экрандағы махаббаттары шынайы өмірде де жалғасын тапты. 2015 жылы жұп құда түскендерін жариялап, 2016 жылы үйленді. Олардың некесі түрік шоу-бизнесіндегі ең көп талқыланған оқиғалардың біріне айналды. Ерлі-зайыптылар отбасылық бақытты сақтау үшін түсірілімдерді кезекпен қабылдау жөнінде өзара келісім жасап, мансаптарын қатар алып жүрді. Кадир Доулу Неслиханнан 11 жас үлкен болғанына қарамастан, олардың қарым-қатынасы үйлесім мен өзара сүйіспеншілікке негізделген. 2021 жылы олардың ажырасуы мүмкін деген қауесеттер тарағанымен, 2 актер де бұл ақпаратты жоққа шығарды. Олар өздерінің сүйіспеншілігі мен бір-біріне деген ықыласын әлеуметтік желілерде және ортақ фотолар арқылы жиі көрсетеді. 2025 жылы олардың ұлы дүниеге келді. Ана мен бала өздерін жақсы сезінуде. Ал жұп отбасылық өмірдің түрлі сәттерімен бөлісіп, махаббаттарын көрсетуді жалғастырып келеді. Енді келесі жұпқа Серкан Чайоғлы мен Өзге Гүрелге көшейік. Олар алғаш рет 2014 жылы көрсетілген танымал түрік сериалы «Шие маусымы» түсірілімі кезінде танысқан.
Сериалда олардың кейіпкерлері арасында романтикалық байланыс болды. Ал экрандағы химия шынайы өмірде де сезімге ұласты. Түсірілім барысында олардың арасында берік достық орнап, уақыт өте келе олардың сезімдері одан әрі нығайып, жұп түрлі мәдени іс-шараларда да, әлеуметтік желілерде де бірге көріне бастады. Бұл олардың жанкүйерлерін қуанышқа бөлеп, жұптың танымалдылығын арттырды. Көптен күткен маңызды оқиға олардың 2022 жылғы үйлену тойы болды. Өзге мен Серкан бақытты әрі үйлесімді көрінді. Олардың махаббаты уақыт сынынан сүрінбей өткені дәлелденді. Тойдан кейін де олар жеке өмірде де кәсіби салада да бір-бірін қолдап келеді. Келесі жұп Барыш Ардуч пен Гюбсе Озай. Олар 2014 жылы Гюбсе Озайдың өзі сценарийін жазған Делиха фильмінің түсірілімінде танысқан. Олардың қарым-қатынасы ұзақ уақыт бойы баспасөзден жасырын болып келді. Сондықтан көпшілік бұл романға сенбеген. Барыш махаббат жалға беріледі атты сериалда басты рөлде ойнағаннан кейін, көрермендер оны серіктесі Элчин Сангумен жиі жұптастырып, ал түрік бақтары Барыш пен Гюбсе арасындағы ажырасу туралы түрлі сыбыстар таратқан. Дегенмен 2016 жылы Барыш Ардуч алғаш рет сұхбатында Гюбсе Озаймен қарым-қатынасы туралы ашық айтып, өзінің шынайы махаббаты экрандағыдан да әдемі екенін атап өтті. Ол тұрақтылық пен біржарлылықты ұнататынын, қысқа уақыттық романдарға емес, ұзақ әрі сенімді қатынасқа мән беретінін жеткізді. Жұп ұзақ уақыт бойы жеке өмірін жария етпей, ортақ суреттер салмай және баспасөз назарынан аулақ болуға тырысты. Алайда соңғы жылдары олар ашығырақ бола бастады. Түрлі іс-шараларға бірге жиі қатысып, бір-біріне деген махаббаттарын көпшілік алдында еркін көрсетті. 2020 жылы олар салтанатсыз қарапайым түрде ресми некеге тұрды. Осылайша Гюбсенің жүктілігіне байланысты үйленді деген қауесеттерді жоққа шығарды. Ал 2022 жылы жұптың қыздары дүниеге келіп, баланың өмірге келуімен олардың өмірі айтарлықтай өзгерді. Соңғы жұп Gökberk Demirci мен өзге Ягыз. Gökberk пен өзге 2019 жылы танымал түрік сериалы Ант, клятва түсірілімінде танысқан. Олардың бірлескен жұмысы көп ұзамай романтикалық қарым-қатынасқа ұласып, сериал жанкүйерлері мен бақтың үлкен қызығушылығын тудырды. 2019 жылы түсірілім барысында олардың арасында махаббат пайда болды. Жұп түрлі іс-шараларда және әлеуметтік желілерде жиі бірге көрініп, өзара жақындықтары мен қолдауларын ашық көрсетті. Олардың қарым-қатынасы берік әрі шынайы болып, жанкүйерлерін қуантты. Алайда 2021 жылы олардың айырылысуы мүмкін деген сыбыстар тарады. Кейбір дереккөздерге сүйенсек, жұп қарым-қатынасына әсер еткен белгілі бір қиындықтарға тап болған. Соған қарамастан олар түпкілікті шешім қабылдауға асықпай, сезімдеріне екінші мүмкіндік беруге тырысты. Қарым-қатынастары қайта жанданып, көп ұзамай Gökberk пен өзге құда түскендерін жариялады. Бұл жаңалық олардың жанкүйерлері үшін үлкен қуаныш болды. Алайда өкінішке қарай 2022 жылы жұп құдалықты бұзып, біржола айырылысу туралы шешім қабылдады. Ажырасудың нақты себептері ашық айтылмаса да, олар туындаған мәселелерді еңсере алмағаны байқалады. Құрметті көрермендер, егер сізге шынайы махаббат туралы оқиғалар мен түрік сериалдары ұнаса, бізбен бірге болыңыздар. Алда әлі талай қызықты дүниелер бар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға жазылып, лайк басып, қолдап отырыңыздар.